Бүгінгі видеода жиі кездесетін ВИЧ және СПИД туралы айтатын боламыз. ВИЧ яғни АИВ адамның иммун тапшылықты вирусы. Ал СПИД дегеніміз осы ВИЧтің ең соңғы ауыр сатысы. Ал ВИЧтен СПИДке өту үшін, яғни ЖИТСке айналу үшін орташа есеппен 10-15 жылдай уақыт қажет. ВИЧ бүкіл әлемде кең таралған қауіпті аурулардың бірі. Және ВИЧтің ашылғанына 40 жылдан астам уақыт өтсе де, оны организмнен толықтай жоятын дәрі және оның ВИЧтің толықтай алдын алатын вакцина ойлап табылған жоқ. Сол 40 жылдың ішінде ВИЧ жер бетінің 32 миллион тұрғынын жалмады. Және бұл ВИЧтің вирусы адамның организмінде өмір бақи сақталып қалады. Себебі ВИЧ вирусы организмге еніп, адамның иммунитеттік жүйесіне әсер етеді. Яғни иммунитетке жауап беретін клеткаларды біртіндеп жоя бастайды. Және организм ешқандай инфекцияға, ешқандай ауруларға қорғаныштық қызмет атқара алмай қалады. Себебі қалыпты жағдайда организмге сырттан бөгде денелер, яғни антигендер енгенде, яғни вирус микроорганизмдер енгенде, біздің иммундық жүйеміз ол бөгде денелерді, яғни антигендерді танып, оларға қарсы антиденелер түседі. Яғни бұл антиденелер сол вирустарды, микроорганизмдерді жояды. Ал ВИЧ кезінде ВИЧ вирусы біздің организміміздің қалыпты клеткаларының ішіне еніп кетеді. Ол кезде біздің иммундық жүйеміз оны антиген деп танымайды, яғни өзіміздің клеткамыз деп ойлайды да, оған қарсы ешқандай антидене түспейді. Және солай бұл вирус біздің клеткамыз арқылы жылдан жылға көбейе береді, тыныштық күйде жүріп, ешқандай белгі көрсетпей көбейе береді. Ал бір жағынан біздің иммундық жүйеміз әлсіреп, иммундық жүйенің клеткалары өле береді. Енді осы ВИЧ вирусының жұғу жолына келетін болсақ, ВИЧ адам организміне тек ұшақ жолмен жұғады. Оның ішінде өте кең таралғаны жыныстық қатынас арқылы жұғу. Яғни көптеген жыныстық партнерлардың болуы және бір жыныстағы адамдардың арасындағы қарым-қатынас және танымайтын, білмейтін адаммен қорғанбаған, яғни сақталмаған түрде жыныстық қатынасқа түскен кезде ер адамның шәуеті арқылы және әйел адамның қынаптық бөлінісі арқылы осы ВИЧ организмге жұғады. Екінші жол қан арқылы таралу жолы. Бұл көбіне наркотикалық заттарды қолданатын, яғни наркоман адамдардың арасында кең таралған. Бұл яғни олар бір-бірлерінің инелері арқылы осы ВИЧ ауруды жұқтырады. Және гемотрансфузия, яғни қан құю кезінде ВИЧ инфекциясы бар қанды құйған кезде және мүше ауыстыру, яғни трансплантация кезінде жұғуы мүмкін. Сонымен қатар соңғы кезде салондар арқылы да тарай бастады. Үшінші жол ВИЧпен ауыратын анасынан оның баласына жұғуы. Ол жүктілік кезінде жұғуы мүмкін, немесе баланы босану уақытында жұғуы мүмкін анасынан, немесе баланы емізген кезде сүт арқылы берілуі мүмкін. ВИЧ көбіне ешқандай симптомсыз организмде өтуі мүмкін. Ал белгілері көрінген кезде мынандай белгілер болуы мүмкін. Бір айдан аса температураның болуы, түнгі уақытта тершеңдік, лимфа түйіндерінің ұлғайып кетуі, көбіне мойындағы лимфа түйіндердің. Сонымен қатар теріде әртүрлі бөртпелердің шығуы, кей жағдайда тұмау сияқты болып көрінуі мүмкін. Сонымен қатар түнгі уақыттарда көп терлеу және еш себепсіз салмағы жоғалту, буындардағы ауырсыну сезімі және ауыз қуысының кілеге қабатында әртүрлі жаралардың шығуы. Тағы бір ерекшелігі, ВИЧпен ауыратын науқастардың иммунитеті өте төмен болғандықтан, олар қалыпты жағдайда басқа адамдарға ауру жұқтыра бермейтін, немесе өте сирек жағдайда ауру жұқтыратын инфекциялармен жиі ауыруы мүмкін. Бұл инфекцияларды оппортунистік инфекциялар деп атайды. Яғни бұл кезде өкпенің кандида саңырауқұлақтарымен зақымдалуы, яғни өкпелік кандидоз және пневмоцисті пневмонияның табылуы. Сонымен қатар 60 жастан төмен адамдарда капоши саркомасының болуы және криптококк
стафилококус саңырауқұлақтарының әсерінен криптококк менингит болады. Сонымен қатар 50 жастан төмен адамдарда белдемелі теміреткілердің жиі шығып тұруы. Және ең соңғы сатысында СПИД кезінде бүкіл ағзаның зақымдалуы көрінеді. Өкпеде әртүрлі жаңа айтып кеткендей саңырауқұлақтық зақымдалулар, кандидоздар, пневматисті пневмония және осы ВИЧпен ауыратын науқастарда ең алғаш рет туберкулез анықталуы мүмкін. Сонымен қатар теріде әртүрлі тері кандидозы және белдемелі теміреткілер, олар көпіршік сияқты болып теріде шығып, бір ай уақыттан кейін қайтып кетіп қалуы мүмкін. Одан кейін мида токсоплазмоз және жаңа айтып кеткендей капоша саркомасы кездесуі мүмкін. Сонымен қатар лимфома, яғни лимфоциттердің ісіктері кездеседі. Еміне келетін болсақ, ВИЧ негізінен ретровирустармен жұқтырылатын болғандықтан антиретровирустық препараттарды науқастар өмірінің соңына дейін қабылдайды. Және препараттарды уақытылы қабылдап жүрген адамдар өздерінің серіктеріне, партнерларына ВИЧті жұқтырмауы мүмкін. Және ВИЧпен ауыратын әйел препараттарды уақытылы қабылдап жүрсе, дені сау сәбиді дүниеге әкелуі мүмкін. Және өмірдің сапасын жақсаруы, яғни қоғамда дені сау адамдармен бірдей қатар өмір сүре алады. Біздің елімізде әр қалаларда СПИДке қарсы орталықтар ашылған. Ол орталықтарда тегін анализдер тапсырып, ВИЧтің алдын алуға болады. Бұл эмблема бүкіл дүниежүзілік ВИЧке қарсы белгі және арнайы ВИЧке қарсы күрес күні 1 желтоқсан деп белгіленді. Ал біздің елімізде ВИЧ жұқтырған адамдардың саны шамамен 27 мыңнан асады. Видео пайдалы болған болса, осы каналға жазылып лайк басып кетіңіздер.